Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбын суреттер топтамасына қарап болжап көріңіздер. Иә балалар, дұрыс. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы киім түрлері және талғам. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпаратты анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. Екінші, жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, жарнама құрастырып жазу. Қазір балалар, сіздер мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Бірінші сұрақ: талғам дегеніміз не? Екінші сұрақ: киімнің қандай түрлерін білесіз? Үшінші сұрақ: қазақ халқының киім киюдегі талғамы неден көрінеді? Енді балалар, жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Талғам жеке адамның немесе әлеуметтік топтардың көркем шығарманы, сұлулықты кейіпсіздіктен ажырата білу қабілеті. Талғам эстетикалық сананың сапасы. Талғам адамның дүниеге, қоршаған ортаға деген көзқарасын білдіреді. Екінші сұрақ: киімнің қандай түрлерін білесіз? Әрине, киімнің түрлері көп. Сондықтан да тұрмыстық, классикалық, ұлттық, спорт, салтанатты, бұны әрі қарай жалғастыруға болады. Үшінші сұрақ: қазақ халқының киім киюдегі талғамы неден көрінеді? Әлбетте, ол сымбаты мен ою өрнегінде, әрбір әшекейінде халқымыздың тарихының, ой дүниесінің қайталанбас көрінісі бар. Ол біздің ұлттық мәдениетіміз. Келесі мәтінмен жұмыс. Мәтінді балалар мұқият тыңдаңыздар. Берілген ақпаратты есте сақтаңыздар. Қашанда қазақ халқы ұлттық киімді қадір тұтқан. Қазақ қыздарының ұлттық киімін баршын, торғын, шәйі, қырмызы сияқты жұмсақ, нәзік маталарды пайдалана отырып, бүрмелі етек, бүрмелі жеңін аса кең етіп көлбеңдете тіккенінде қазақтың бүкіл тұрмыс салты жатыр емес пе? Қыз балалардың, әйел адамдардың киімін жұмсақ, нәзік матадан тігетіні, нәзіктігі мен әдептілігі үстіндегі киімнен көрініп тұрған ғой. Етек жеңінің кең болатыны, ол қонақжайлығы, даладай кең пейілі, қолының жомарттығын білдіреді. Кең етектің қабат-қабат бүрмесі 7 сатыдан тұрады. 7 қазына, 7 кие, 7 қат жер, 7 ата тазалығы осы ұғымға сыйып тұр. Әйел ұлтты тәрбиелейді. Келген қонаққа ілтипат көрсетіп, дәмін ұсынған әйел атаулының киген киімдері арқылы бұрынғы бабаларымыз елдігімізді таныған. Үстіндегі киімі арқылы қай елден келгенін, кім екенін біліп отырған. Қыз балалар мен әйел адамдардың киім кию ерекшелігі арқылы айыра білген. Осы мәтін бойынша балалар, мен сіздерге мынадай тапсырма ұсынып отырмын. Сұрақтар құрастыру. Сіздер сұрақтардың 5 түрін білесіздер. Сондықтан бірінші сұрақ ол білу және түсінуге бағытталған болу керек сіздерде. Екінші сұрақ ол қолдану. Үшінші талдау. Төртінші жинақтау. Бесінші бағалауға бағытталған сұрақтар болу керек. Мәтіндегі ақпаратты естеріңізге түсіріп, сол ақпараттарды негізге алып, сұрақтар құрастырып көріңіздер. Тексеріп көрейік. Осыған байланысты мынадай сұрақтар сіздерде тууы мүмкін. Білу және түсінуге бағытталған сұрақ: қазақ халқының ұлттық киімдері үлгі болып табыла ма? Екінші, қолдануға бағытталған сұрақ мынадай болуы мүмкін: кең етектің қабат-қабат бүрмесі 7 сатыдан тұратыны немен байланысты? Талдауға байланысты сұрақ осындай болуы мүмкін: не себептен етек жеңін кең етіп тіккен?
Жинақтауға арналған сұрақтың үлгісі: алынған ақпарат негізінде қандай қорытынды жасадың? Бағалауға бағытталған сұрақтың үлгісі: қыз балалар мен әйел адамдардың киім кию ерекшелігін қалай бағалар едің? Бұл сұрақтар бәрі мәтіндегі ақпараттарға негізделіп алынған. Келесі, суретке қарап, бозбала мен бойжеткеннің киімдерін жарнамалап көріңіз. Сіздің жарнама мәтініңізде суреттеу болсын. Әлбетте балалар, сіздер суреттеу бұл қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер болу керек. Бірақ сіздер мәтіннің құрылымын да естен шығармауларыңыз керек. Өздеріңіз жарнама мәтінін құрастырып көріңіздер. Мына жерде сіздерге осындай мәтін ұсынылып отыр. Бойжеткен қыздың киімі өзгеше және көркем. Ол сұлулығы көзге түсетіндей аса әдемі көйлек киген. Басындағы қарқарасы неше түрлі моншақ тастармен, қымбат терімен безендірілген. Оның төбесіне үкі, жібек шашақ таққан екен. Үстіндегі көйлегі ыңғайлы, етегі ұзын және қос етекті. Үстіндегі жилетке мақпал сияқты аса қымбат және де сапалы матадан тігілген. Әдемі тастармен әрленген екен. Бозбаланың киімі де көз тартарлық. Басында қымбат матадан, қымбат терімен көмкерілген бөрік. Үстінде сары жібекті жейде. Ал шалбары мен қысқа жеңді бешпент жасыл түсті. Бұл да үйлесімдіктің бір түрі. Бешпенттің сыртынан жұмсақ былғарыдан жасалған белбеумен буынып алған. Былғарының сыртын алтын, күміспен әшекейлеген. Не балалар, өздеріңіз көріп отырғандай, жаңағы суреттегі бойжеткен мен бозбаланың сипаттамасы жазылған. Бұл мәтінде суреттеу сөздері баршылық. Сабағымызды қорытындылай келе, мынаны айтқым келеді. Адам көркі шүберек. Бұл талай жылғы тәжірибеден өтіп, әбден екшеліп айтылған тобықтай түйінді сөз. Халқымыз атам заманнан бері осы қағиданы берік ұстанып, мың бір сырлы әсем киім үлгілерін жасап киініп келген. Киім жай ғана бір жапырақ мата емес. Ол белгілі бір ұлттың, мәдениеттің бет бейнесін көрсетіп тұратын ғажайып дүние. Оның эстетикалық, этномәдени, қоғамдық мәні де орасан. Сондықтан әр қазақ мақтан тұтатын мол мәдениетіміздің елеулі бір саласына киім кию ғұрыптарымызды жатқызсақ болады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.